go. Армысыздар. Үздік математика пәнінің мұғалімі 2025 байқауының қатысушысы номері 57-50 Көшербаев атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Істілеуова Жанаргүл Тұлпарбекқызы. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, мен өз мамандығымда математика пәнінен сабақ берген ұстазым Әбдікәрімова Светаның берген білімі мен тәрбиесіне тәнті болып ұстаздық жолды таңдадым. Ұстаз емес, өз шәкірт үшін келмесе, шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе деген ұлағатты сөз бар. Бұл сөздің мағынасы өте тереңде жатыр деп ойлаймын. Менің ұстаздық жолымда көптеген шәкірт қияға талпынып биіктерді бағындырды. Істілеуова Жанаргүл сол шәкірттерінің алдыңғы қатарында. Алғырлығы, елгезектігі, үлкенге деген құрметі, адами болмысы болса, ойындағы білімге деген құштарлық пен ізденімпаздық Жанаргүлдің қазіргі ұстаздық жолының бастамасы. Мен Жанаргүлге үлкен үміт артамын және биіктерді бағындырады деп сенемін. Мектеп қабырғасын 2010 жылы бітіріп, Ақтөбе Құдайберген Жұбанов атындағы көпсалалы колледжін және Қызылорда болашақ университетінен математика пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша жоғарғы білімді алдым. Қазіргі таңда номері 57-50 Көшербаев атындағы орта мектебінде ұстаздық қызмет атқарып келемін. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер болып, мектептегі өткізген уақыт болып қалады. Мен өзімнің алғашқы қадамымнан, яғни таңдаған мамандығымнан еш жаңылмадым деп сеніммен айта аламын. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әркез кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов айтқандай, менің мақсатым да, арманым да мұраты биік мұғалім болу. Спорт денсаулық кепілі. Нағыз педагог жан-жақты, жігерлі, салмақты болғаны абзал. Күнделікті жұмысты бірге алып жүрген марапаттар саны жетерлік. Мен үшін ең үлкен жетістік ұстаз болу. Бұл менің өмірлік миссиям. Мен өзімнің алғашқы қадамымнан, яғни таңдаған мамандығымнан еш жаңылмадым деп сеніммен айта аламын. Ұстаздық қызметпен қатар отбасын, бала тәрбиесінде қатар алып жүрген үлгілі келін, аяулы анамын. Отбасында 5 баланың анасымын. Ал жұмыс орнында білім берген барлық шәкірттерімнің анасымын. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін ұстаздық қызметті алып жүру мен үшін үлкен абырой.